Саламатсыздар, құрметті көрермендерім. Бүгін жаркое дайындаймыз. Етті турап, қазанға қуырамыз. Менің каналыма жазылуға ұмытпаңыздар. Қазақша каналды қолдаймыз. Сәбіз, сарымсақ, чеснок, болгарский перец дайындап, бәрін тазалап жуып, тураймыз. Чеснокты мен тураймын ұсақтап. Пиязды да жақсылап тураймыз. Екі бөліп тураймын оны. Болгарский перецті соломка қылдырып тураймыз. Және сәбізді мен осылай домалап тураймын толығымен. Осылай жақсы көрем жаркоеда болғанын. Осылай турап дайындап қоямыз. Картошканы тазалап төртке бөлдім. Етіміз қуырылғаннан кейін, жақсы қуырылып піскеннен кейін чеснок қосамын. Чеснокпен аздап қуырамын жақсылап тұрып. Чесноктың дәмі шықсын. Одан кейін пиязды қосамын. Пиязды қосып, тағы қуырамыз. Араластырып отырамыз. Енді болгарский перец қосамыз. Болгарский перецті бірге тағы да қуырамыз. Араластырып отырамыз. Аздап қуырып аламыз. Одан кейін сәбіз қосамыз. Сәбізді қосамыз. Араластырамыз жақсылап. Араластырып отырамыз. Тұз бұрышты ұмытпаңыздар салуға. Өздеріңізге қалай ұнайды, тұз бұрышты саласыз. Бәрін қуырып болғаннан кейін картошкамызды саламыз. Картошкамызды салып, суды құямыз. Картошкадан аздау құямын. Картошкадан аздау құямын өзінде. Су көп болмайтында. Бәрін араластырып, бетін жауып қоямын. Орташа отқа пісіреміз. Картошка дайын болғанша дейін. Картошка дайын болғаннан кейін міне осындай жаркое дайын болды. Астарымыз дәмді болсын. Каналыма жазылуға ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарий жазыңыз.